Ұстаз деген атанаң, ұстаз досың, бауырың, ұстаз деген ұлы адам, оны сыйла, қауымым. Білім беріп балаға күш жігерін жұмсайды. Ал кейбір ата-аналар қадірін оның ұқпайды. Дұрыс сабақ бермейді, балама көңіл бөлмейді. Алдыңғы ол партаға отырғызбай баламды, тақтан ол сүрт дейді. Сабақ бітсе 12-де, жұмыстан босап мен бірде. Мектепке жеткенімше жалғыз тастап баламды, онымен бірге отырып, неге сыныпта күтпейді? Деп білім бөліміне тікелей ол хат жазып, мұғалімге ол айтпай, директорға хабарласпай, мектепке де ол бармай, осындай істер жасайды. Көпке топырақ шашпаймын, барлығын кінәлай алмаймын. Бір айтарым оларға, егерде сол атана бір күн өзі балаға сабақ берсе көререм, 6 сабақ шыдаса мен сияқы беререм. Айтарым менің сіздерге, ұстаздарды сыйлайық, құрметтеп бағалайық. Ешқашанда сыртынан балағат сөздер айтпайық. Тек ақылмен іс шешіп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, тату тәтті тұрайық. Ұстаздарым, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Алмаз Тұрсынбеков.